Сәлеметсіз бе апай? Сізді алда келе жатқан алғыс күнімен құттықтаймын. Осы алғыс күні мерекесінде сіз кімге алғыс айтар едіңіз? Мен бұл алғыс күнінде осы еңбек етіп отқан ұжымдарыма, мектептегі ұстаздарға, ата-аналарыма, оқушыларды осындай деңгейде өсіріп жеткізіп жатқан барлық қазақ халқының азаматтарына, азаматшыларына алғысымды айтамын. Саламатсыз ба? Сізді осы алда келе жатқан 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Осы орайда сіз кімге алғыс айтқыңыз келеді? Бұл өмірге келген соң алғысымыз әрбір атқан таңымызға шексіз. Бірінші, өмір берген Аллаға алғысым шексіз. Екінші, ата-анама. Үшінші, бүкіл маған жақын қып жаратқан туған, тума бауырларыма. Одан кейін бүкіл ғұмырымның жартысын өткізетін ұжымыма айтам. Ұжымым менің керемет жандар, ылғи еңбектері алда жемістерін көріп, зор еңбектерін етіп, бір ұжымда бірге осылай ғұмыр кеше берейік деп, бүкіл ұжымыма да. Сізді жаңадан келе жатқан алғыстар айту күнімен құттықтаймын. Және сізге бір сұрақ алғыстар айту күніне кімге алғыстар едіңіз? Бірінші өзімнің отбасымның бар болғаны үшін рахмет айтамын. Және балаларыма, осы оқушыларыма алғыс айтамын. Өйткені осылар осы балаларды оқып отырып, осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Балаларымыз аман болсын. Осылар аман болғанына алғысымды айтамын. Және өзімнің ұжымдастарыма алғысымды айтамын. Осыншама қаншама жыл бірге істеген ұжымдастарыма және әріптестеріме, достарыма, барлығына, ата-аналарға да алғыс айтамын. Саламатсыз ба? Алда келе жатқан алғыс айту күнімен құттықтаймын. Сол алда келе жатқан алғыс айту күнінде кімге алғыс айтар едіңіз? Ең бірінші бізді жаратқан иемізге айтамыз. Сосын әр адам негізі ата-анаға айту керек. Алғысты ата-анаға, одан кейін туған туыс, ағайын туыс бауырларға, одан кейін дос-жарандарға, бары араласып құраласып жүрген адамдарға алғыс айту керек. Табиғатқа айту керек, мал жанға айту керек деген сияқты. Малды ішіп отырсыңдар, жеп отырсыңдар, мініп отырсыңдар деген сияқты. Барлығына негізі алғыс айту күні. Бұл алғыс айту күні емес, негізі барша бір-біріне қадірін білу күні ғой деп санаймын өзімді. Сәлеметсіз бе апай? Сізді алда келе жатқан алғыс айту күнімен құттықтаймыз. Осы орайда сіз кімге алғыс айтар едіңіз? Кімге айтамын алғысты? Ата-анама бірінші, одан кейін барлық осы Қазақстан халқына айтамын алғыс. Саламатсыз ба? Сізді осы келе жатқан 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Осыған орай сіз кімге алғыс айтар едіңіз? Саламатсыз ба? Алғыс айту күні құтты болсын. Енді алғыс айтатын адамдар көп. Ең бірінші әрине мен өзімнің дүниеге келген ата-анама алғыс айтамын. Бауырларыма, бар болғаныма, әріптестеріме, және сендерге, оқушылар, біздің мектепте оқитын осындай жақсы білімдерімен, жақсы биіктен көрініп жүрген оқушылардың бәріне алғыс айтамын. Халқыма алғыс айтамын.